балаларымызға, інілерімізге, қатар замандастарымыз да болды біреу-жарым. Келе алмай қалған уақыты бар. Енді ол ешкім неғыла алмайды. Бәріне де рахмет. Бұл бақыт бұл. 50 жылда міне кездесіп отырмыз. Бұл біз өзі мына жастарды кейінгі ұрпаққа тәрбиелеу үшін өткенімізге, тарихымызға үңілуіміз керек. Өткен кездегі ұстаздарымызды еске алуымыз керек. Бірге тұтас деген небір жарқын бейнелері әлі есімізден кетпейді. Соларды еске алып, солардың қызықты оқиғаларынан еске алып отырсақ, бұл бір өте маңызды мәселе болады. Мен енді бәріне және бір рахмет айтамын да, енді біздің ұстаздарымыз болса, Ақтау ансамблінің мына бірінші осы босағасын, шаңырағын көтеріп құрып берген бірінші алдыңғыда ұстаздар болды. Бірақ негізі Өтеп Таңсықбаевтың еңбегі зор. Өтеп Таңсықбаевтың атында 72 жылы Ақтау ансамблі беріледі деген ансамбльдің атын айтқан жоқ еді. Беріледі деп еді сол кезде. Сол таптап жүрді, 72 жылы беретін болды. Тап сол жылы 50 жасында Өтеген марқұм қайтыс болды. Қазір жүзге шығып отыр. Біздің ұстазымыз Өтеп Таңсықбаевтың жүзге шығып отыр. Мен енді соны нағып отырмын. Қазір Өтегеннің бір-екі өзінің мақамымен айтқан өлеңдерден бір-екі ауыз айтып берейін. Сосын қазір жаңағыдай сөйлейтіндер сөйлейтін бересіңдер. Сосын бір жаңағы Календер ағайдың, мына Әбдімұрат Жаманғараевтардың, оның бер жағында Зарқын бар, мына Тайым бар, Әлмақан бар, Әкім бар. Олардың бар қызықты уақиғалары бар. Соны әрқайсысын нелерден айтып берсін, естелік болады. Осы мынау соларға арнап жаңағы құран бағыштап отырмыз ғой, міне ініміз міне қажы келіп отыр, міне Мырзахмет Қожекең. Солардың алда шипа берсін, сол өткен аруақтарға риза болсын, еске алып қояйық оларды. Алдымен тек осы ұйымдастырып жатқан аудан әкімшілігіне, оның мәдениет бөліміне бәріне рахмет айтамыз. Біздер емес, өзі, жері, тасы, суы, жаңағы жусаны бәрі өлең айтып тұр, бәрі әнші. Мәселе мен өлшерген келсем, бір отырыспада отырсақ, Бағила сен айт, деп ешкім айтпайды, бәрі әншісіңдер. Өздері айтып кете бересіңдер. Мен іздеріне толып жетемін. Енді мен соның саланы ізін қуғаннан кейін құрметтейсіздер. Мың қатерлі шүкір халқымның барына, елімнің барына, Тәуелбай халқы деген бүкіл жерге танымалы, бүкіл Қазақстан бәрі біледі Тәуелбай десе. Небір Қазақстанның тарландары келіп кетті, өздеріңіз білесіздер, оның айтып жатудың қажеті жоқ. Сәбира Майқанова деген келіп кетті, Құман Тастанбеков те үйімізде болды. Енді мен істеген кезде Адел Құлтараның бөлім меңгерушісі Үсен аға екен. Үсен аға. Епес Үсен аға, иә. Соңғы кісілер көрген ғой. Борамай ағайда болды ғой. Мен Борамай ағай болған кезінде институт бітіріп келгенім да, КПС деген тарихты институтта аяқтайсың ғой. Борамай ағай келді, бәрі мына қыздар зәурешілік кәсіпке бастайды. Ағай мұғалім болғасын азын таңертең келеді да, картаны алады, естердің картасын алады, қолына указын алады, бәрімізге сабақ өтеді. Сосын құрметті ағай, мен шығып кетейін, сол КПС-тен бәзір оқытылдым, институтта жауып келдім, шығып кетуге мүмкін ба десем, отырасың дейді. Сонымен бұл жерде жалғыз өнер адамдары емес, шопырлар болды, Қыдырбай ағай бар, бәрін еске аламыз. Қыдырбай ағай енді осы салада істеді. Мынау Молдиман бар, ұзын, Тасқұдық бар, Тәспен бар, өз жерлерге автобус, андер машинелер жүрмейді, 60 атын сұрап алады баяғы. Енді сол екі ағайды ескерсең.
Birincisinde yer kazagaydı. Yelaman ağay. Al solda edek bayağı. Sosun Mәрita екеуміз алда отырмыз. Кабинаға қысамыз деп. Содан кейін бір фирмадан бір фирмаға шығамыз. Сұрап алады. Шыққан бойдан адасады ол кісі. Шыққан бойдан. Шыққан бойдан. Ана шыққаннан. Қақары жүрміз. Сосын біз жаспыз ғой, үлкен сыйлау керек. Тентек ұлдасы халқын еркелеткен. Басымызда ми бар ма? Сұрап аламыз. Жаңағы сұрап алған жоқта басымызда ми бар ма дейміз. Сосын енді бір сақпызға келгенде тапсырып қой. Маған айтпа, кабинада 2 тақылдақ бар, соған айт дейді. 2 тақылдақ. Енді аламыз үшкімен. Құдық. Құдыққа оң жаққа бір жол бөлінеді, оң жаққа. Сол жағынан екеуміз жазылған. Содан шыққан бойдан, тақылдақ. Қайқара жүреміз енді. Деп бір мәрте адасқан кезімізде бір аяқты көріп, мынау шошқаның аяғы, ал енді шошқа терімде деген жер. Шошқа аулаңдар деген жер бар да. Шошқа аулап қалмайық, енді екі тақылдақ. Содан қабағын түйіліп, баласындай қыстап сөз қайтарған. Осы қабаға түйіліп деп ұрғып кереміз ғой не деп. Сосын Мәрita ымдай Мәритаға шоқыр сүйген қыз қандай айтады, соның ішінде Еламан ағамызға сүйген қыз қандай. Екеуміз айқайлап еспейді. Еламан ағам сүйген қыз қандай деп айқайлап айтамыз. Орындалса ғой деген ниеттеріңіз болса, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп көңілдеріңізде жүректеріңізден тұрыңыздар. Дәте бұл базардағы бет сипау емес қой. Біреу мал сатпа ал мен. Өтті ма, алдым ба, бердім ба дегендей. Ниеттеріңіз болса, көңілдеріңізден тұрыңыздар. Себебі мен білем, көпсіңіздің аталарыңыз, аналарыңыз, бауырларыңыз осы тамдың топырағында жатыр. Көңілдеріңізден өткіздіңіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Ырыздықтарыңыз мол болсын. Алланың сүйген құлы болыңыздар. Қайда барсаңыздар жол болсын. Құрметті қонақтар, туған жердің топырағына келген қадамдарыңыз сәтті болсын. Талаптарыңыз оң болсын. Сәтті болсын қадамың, орындалсын талабың. Бақыт, дәулет, байлықта қалауынша дарсын. Ата-баба әруағы желесінде жебесін. Адал достарың көп болып, Алланың өзі демесін. Жарылқасын Құдайым, тарттырмасын уайым. Ұрпақтар өссін, өркейсін. Көзге түссін, көркейсін. Көралмаған дұшпандарыңыз алдарыңызға келіп еңкейсін. Ақтан аят, пайғамбардан шапағат, пірлерден медет болсын. Не тілесеңіздер, тілектеріңіз болсын. Мұң көрмейтін жүректеріңіз болсын. Халқымыз қолдап, жекжеттарыңыз жақтап, ұрпақтарыңыз тіректеріңіз болғайда. Жортқанда жолдарыңыз бар. Қыдыр атаның шылауында болғайса, туған жердің азаматтарының берген батасын алатқан мұстар жөбеткен. Алла ниеттеріңіз қабыл. Қызылқым баурайында, айбарлы ақтауында, еліне үлгі болған, қанары қаңтарған, бойына шабыт берген, аңды жастары бар, адына айналайын,
Anadolu'ya